1991 жыл. Женевадағы автосалон. Жаңа Мерседес патшасының жарыққа шығуы. Бұл автомобильді жасап шығаруға 1981 мен 91 жылдар аралығында Мерс инженерлері 10 жыл уақыт құртты. Достар, уақыт өте келе бұл Мерседес билік пен жетістіктің символына айналатынына ешкімнің күмәні жоқ шығар. Қайырлы таң, қайырлы күн, қайырлы кеш, қайырлы түн. Сіздермен Абзик Моторс. Және бүгінгі видеомызда біз немісше сән, салтанат пен байлықтың автомобиль тілінде қалай болатынын көреміз. Ендеше кеттік. Немістер бұл көлікті халыққа ұсынғанда беташардағы келіннің орамалын шешкендей, орамалын алып тастағанда келген қонақтар мен автосүйер қауым қысқаша айтқанда шок халге түседі. 140-шы Мерседесті бұндай үлкен көлемді болатынын ешкім күтпеген еді. 5 метрден аса ұзындық, 2 тоннадан астам массасы бар қабан сол уақытта өз классындағы ең үлкен көлік болатын. Автомобильдің қолжетімді опциялары мен функцияларын естігенде бәсекелестері бармағын істегеннен басқа еш нәрсе істей алмады. Әлемде бірінші болып автоматты есік жапқыштар мен 2 қабат әйнектер, ал артқа қозғалғанда көлікті жақсы сезу үшін антенналар көмектеседі. Қазіргі тілмен айтқанда парктрониктің алғашқы технологиясы деуге болады. Осы қабан Мерседестің арқасында әлемде бірінші рет шеткі қауіпсіздік жастықтары мен тұрақтылық системасын көрді. Қазіргі таңда осы және басқа технологияларды көптеген авто өндірушілер лицензия бойынша әлі қолданып келеді. Mercedes S-класс. Бұл жерде S әріпі Сандер класс, яғни арнайы ерекше класс дегенді білдіреді. Ал енді қозғалтқыштарына келсек. W140 Мерседесінің қозғалтқыштарын көргенде, бұл автомобиль өз классында үздік екеніне ешқандай инженердің күмәні болмады. Алғашқыда әртүрлі 5 қозғалтқыш, оның ішінде арнайы осы көлікке арнап шығарылған көлемі 6 болатын нағыз құбыжық мотор болатын. Тәттіні көп жейтін сіздің қызыңыз секілді, бұл ауыр көлік 6 литрлі V12 қозғалтқышпен 100 шақырымды небәрі 6,6 секундта алатын. Достар, сіздерге бір қызықты факт айтып кетейін. Елестетудің өзі қиын, бірақ есінен адасқан Mercedes инженерлері бұл классқа 16 цилиндрлі, көлемі 8 литр болатын қозғалтқышты орнатуға бел байлаған болатын. Ол моторда 523 асау жылқының күші болатын еді. Бірақ экологиялық нормаларға сәйкес, немістерде бұл идеядан бас тартуға тура келді. Енді елестетіп көріңізші, бұл мотор жүзеге асқанда, бәсекелестердің қандай дұға оқса да көмектеспейтіндей көрінетін сөзсіз. Сол кездегі 140-шы Мерседестің иелері бұндай сән салтанатқа әрине көңілдері тоқ болды. Араб шейхтері, президенттер, жұлдыздар мен әйгілі спортсмендер бүкіл әлемде осы көлікті міне бастады. Себебі бұл автомобильдің жүрісі сатып алушыға гидравликалық амортизаторлар арқасында кемеде қалқып бара жатқандай сезім беретін. Жобалау барысында алғашқыдан-ақ Мерстің ішінде отқан көке жәкелеріміз қолындағы шарабын еш төгіп алмастан қауіпсіз ішуін қамтамасыз ететіндей жағдай жасалу керек еді. Ал салонның тыныштығына келетін болсақ, достар, тыныштық деген сөздің өзі өмірінде бұндай тыныштық сезінбеген шығар. Қымыз салып қоятын тоңазытқыш, былғары креслолар, қолыңыздың ұшы тиген жердің барлығы электроприводпен. Айта берсем айғылдама болып кетейін деп тұр, достар. Сонымен қатар бұл Мерседесті былайша айтқанда жай адамдар мінбегендіктен, Мерседестіктер қосымша қауіпсіздік туралы да сіз үшін ойлап қойған болатын. Зауыттан броньдалып шыққан бұл Мерседес сізге қорған болуға дайын еді. Автомобиль астында 4 килограмм тротил жарылса, немесе Калашников автоматынан
снайперлік СВД винтовкасынан от төндіріп жатса да, бұндай қабанның ішінде еш уайымсыз шайыңыз ішіп, немесе мызғып алсаңыз да болатын жағдай жасалды. 140-шы Мерседесті талай адамның өмірін аман алып қалды деп айтып жатады. Соған ең үлкен дәлелдің бірі 1998 жылы Грузия президенті Эдуардо Шеварднадзе болатын. Түнде қала ішінде келе жатқан С-классқа автомат пен граната атқыштармен қастандық жасалады. Граната атқыш снарядының біріншісі автомобиль алдында, ал екіншісі дәл капот үстінде жарылды. Соған қарамастан Мерседес өз егесін қауіпсіз аймаққа алып шығады. Көлік салонында бірде-бір оқ өтпеді. Президент аман-есен үйіне оралады. Ал Мерседес компаниясы бұл оқиғаны ести салып, су жаңа Мерседесін сыйға тартады. Бұдан асқан қандай жарнаманы табуға болады, достар? «90-шы жылдар. Совет өкіметінің тарауы, суық кезеңдер, қылмыстың өршуі. Моторының көлеміне қарамай 600 деп аталған бұл Мерседесті не қылмыскер, не бизнесмендер міне бастайды. Дәл сол уақытта бұл көлік 600 рубль 40 немесе қабан лақап атын алған болатын. Сол кездегі қарапайым адам бұл автомобильмен соқтығысып қалса, денсаулығына зиян келетін туралы айтпаса да түсінікті деп білетін. Осындай оқиғалардан кейін қалай бұл көлікті криминал фильмдерге түсірмеске? W140 кузовындағы С-классты орыстың Крот, Бандитский Петербург, Тульский Токарев, кейіннен әрине атақты бригада сериалдарынан да көруге болады. Ал батыс фильмдеріне келетін болсақ, 140-шы Мерседес, Перевозчик және 50 Центтің фильмдерінен де жетістік синоним ретінде роль сомдап шықты. С этой тачкой все тёлки мои. Достар, мен сіздерге бүгін 140-шы Мерседес туралы бар білгенімді айтып бердім. Келесі шығарылымда қандай автомобильді көргіңіз келеді? Комментарийге қалдырып кетіңіз. Сіздермен болған Abzik Motors. Сау!